Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Бүгінгі видеомызда біз химиялық қызықты тәжірибе жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше тәжірибемізге көз жүгіртейік. Мен бұл видеоны 100 подписчик болған кезде салам деп уәде берген болатын. Енді сол уәдемді орындаудың уақыты келді. Бүгінгі тәжірибемізде біз мына шамды сөндіретін боламыз. Ол қалай жүзеге асады? Оған қандай заттар қажет? Ол үшін бізге қажет болатын заттар: сода, сірке қышқылының ерітіндісі, мынадай стақан, сіріңке, соданы салуға арналған қасық және майша. Бұл тәжірибені жүзеге асыру үшін мына стақанға бір қасық сода саламыз. Оның үстіне мына сірке қышқылының ерітіндісін құямыз. Және майшамды жағып аламыз. Майшам ауада оттегі болғандықтан жанып тұр. Ал мына жерде сөніп қалды. Себебі сірке қышқылы мен сода әрекеттескенде көмір қышқыл газы бөлінеді, ал көмір қышқыл газы жануды қолдамайды. Осы бөлініп жатқан газдың үстіне су құйсақ қалай болады екен? Көрейік. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі қызықты тәжірибеде кездескенше.